Батырхан Шөкеновтің Джулия әніне ескерткіш орнатылды. Кәсіпкерлер қала тұрғындарына осындай сый жасап отыр. Естеріңізге салай, оралдықтар қала күнін атап өтті. Қос құрлықтың тоғысында Жайық, Шаған, Деркөл секілді үш өзеннің құйылысында орналасқан Орал шаһары мереке қарсаңында жаңа тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандармен, сәулет туындылармен толықты. Өңірдегі меншікті тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы жалғастырады. Астудия тобының құрамында танылған Шөкеновтың шығармашылығы посткеңестік кеңістікке жақсы таныс. Оның қоңыр даусымен сыршыл сезімге толы әндері миллиондардың жүрегін жаулады. Ал осы өнер ұжымының жарқырай көрінуіне 1988 жылы жазылған Джулия әні себепші болыпты. Бір қызығы, аталған туынды сол жылы бірінші боп Оралда орындалған екен. Сондықтан шығар қала күні қарсаңында ән мен әншіні оралдықтардың ойында мәңгіге қалдыру жөнінде бастама көтерілген. Бұл ескерткіш біздің қаламызда ашылған тектен-тек емес деп ойлаймын. Болашақта біздің жастарымызға осы жерге келіп, Батырхан ағамыздың әндерін шырқап, осы жерде флешмобтарды ұйымдастыруға мен шын жүректен тілектеспін. Қоладан құйылған ескерткіштің авторы жергілікті мүсінші Дмитрий Баймұқашев болса, қажетті қаржыны кәсіпкерлер көтеріп алған. Енді су бұрқақтың қасында сағыныш пен көкжиекке көз тіккен бойжеткеннің мүсіні Батырхан Шөкеновтың есімін елдің есіне салып тұрмақ. Батырхан Шөкенов, біз оны еңбегі сіңген әртіс ретінде танимыз. Біз үшін бұл өте қуанышты бір шара деп отырмыз. Соны қолдауға біз барлығымыз жиналып келдік. Сонымен қатар қала күні мерекесіне орай Оралда жаңа тұрғын үйлер тапсырылып, спорттық алаңдар ашылды. Шағын сәулет мүсіндері шаһардың көркеюіне үлес қосты. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, Хабар агенттігі.